Сәлем қыздар, бірге дәмдәлем арнасына қош келдіңіз. Бүгін бірге қытырлақ бафли әзірлейік. Бафлиді әртүрлі пішінде жасай беруге болады, балаларымыз ұнатып жейді. Ал енді іске кірісейік. Ең алдымен ыдысқа сары майды, қантты қосып миксерлейміз. Мен өзіме ыңғайлы блендермен араластырдым. Үстіне жұмыртқаны бір-бірден сала отырып араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп қосамыз. Араластырамыз. Міне осындай болып ағып тұру қажет. Енді осы дайын тестаны қызып тұрған вафельницада бір қасықты толтырып салып, сарғыш түс болғанша ұстаймыз. Өзіміздің қалауымызша орай береміз. Мен осындай етіп орадым. Барлығын осылай қайталай отырып пісіріп аламыз. Және де осындай етіп орасақ өте әдемі көрінеді. Қалған бөліктерінде осылай пісіріп аламыз. Осымен вафлиларымыз дайын, ас болсын, жасап көріңіздер.